Баршаңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырып көсемше. Көсемше тиянақсыз тұлғада келіп, көмекші етістіктермен тіркесу арқылы күрделі етістік тудыратын етістіктің түрі көсемше деп аталады. Енді мысалдар келтірейік. А, Е, И жинақтары арқылы көсемше, мысалы жаза, көре, сөйлей деген сөздерде А, Е, И жинақтары арқылы жасалған. Келесі ып, іп, п. Мысалы жазып, келіп, сөйлеп деген сөздерде ып, іп, п жинақтары арқылы жасалып тұр көсемше. Үшіншіден ғалы, гелі, қалы, келі. Мысалы ойнағалы, ол жүргелі тұр. Ол айтқалы тұр, сепкелі тұр деген сөздерді қарастырсақ, ғалы, гелі, қалы, келі жинақтар арқылы жасалған. Тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.